Аса қадірлі ағайындар, сіздер 30 жылдағы кейбір өзгерістерді білесіздер ме? 30 жылдың алдында аш арықтан, ауырып қалудан қорқушы едік. 30 жылдан кейін семіріп кетіп ауру болудан қорқатын болдық. 30 жылдың алдында тамақтың жетпей қалуынан қорқушы едік. 30 жылдан кейін тамақтың асып, сұраппап төгілуінен қорқатын болдық. 30 жылдың алдында иттер үйге қараушы еді. 30 жылдан кейін біз өзіміз мәпелеп иттерге қарайтын болдық. 30 жылдың алдында арзан нәрселерді алып алуды мақтан көруші едік. 30 жылдан кейін қымбат нәрселерді алуды мақтан көретін болдық. 30 жылдың алдында жаман күркешең болса да үйленіп алуға болатын еді. Ал 30 жылдан кейін ғимаратта үй болмаса үйлене алмайтын болып қалдың. 30 жылдың алдында әйелдер жуынып алғаннан кейін сұлу көрінетін. 30 жылдан кейін жуынып алғаннан кейін кейпі кетіп, безеніп алғаннан кейін сұлу көрінетін болып алды. 30 жылдың алдында балалар қартайған әкесін бағушы еді. 30 жылдан кейін қартайған әкесі балаларын бағатын болып алды. Ағайындардың іргесі алыс, үйлері алыс, бірақ көңілдері жақын болатын. 30 жылдан кейін іргелері жақындады, көңіл алыстап кетті. 30 жылдың алдында жаман кірпіш үйлерде қысылысып әрең отырушы едік. 30 жылдан кейін осы заманнан бейқұт үйлерде отыратын болдық. 30 жылдың алдында жабайы чарқылдақ жолменен чаңдатып жүруші едік. 30 жылдан кейін сайрақ жолдарда заулап жүретін болдық. 30 жылдың алдында 15-тегіні отау иесі дейтінбіз. 30 жылдан кейін 30-дағыны ойын иесі дейтін болдық. 30 жылдың алдында оқитын мектеп таба алмаушы едік. 30 жылдан кейін мектептерді таңдап, талдап үлгере алмай қалдық. 30 жылдың алдында дастархандарымыз жұтап тұратын. Кәмпәзи мен дәнді құжыр жеміс-жидектерді тек шашуден ғана тауып алатынбыз. Ал 30 жылдан кейін дастарханымыз түрленіп кетті. 30 жылдың алдында қойлар жайлау қыстауға өзінің аяғыменен жаяу баратын. 30 жылдан кейін қойлардың өзі автокөлікпенен баратын болды. 30 жылдың алдында келіндер енелерінен қорқатын. Ал 30 жылдан кейін енелер келдерінен қорқатын болды. 30 жылдың алдында ерлердің айтқан есеп болатын. 30 жылдан кейін әйелдердің айтқан есеп. 30 жылдың алдында жұбайлар бір-бірінен айырыла алмайтын. Ал 30 жылдан кейін жұбайлар телефоннан айырыла алмайтын болып қалды. 30 жылдың алдында ұзатылатын қызға барған жеріңе балдай бат, судайсың, артыңа қарама. Қайшып келген қыз жаман дейді. Қайшып келсең ұят. Шыққан қыз шиден ар деген, содан ары қарай бақытыңды тап дейтін. 30 жылдан кейін, қарған балам, бетіңе біреу қараса, дереу бізге айтып жібере. Көкесін көзіне көрсетеміз. Ішіме сыйған бала, сыртыма да сыяды дейтін болды. 30 жылдың алдында семір алмай әуре болып едік. 30 жылдан кейін арықтай алмай есіміз шықты. Әзір молшылық бейбітте берекелі. Заманның қадіріне жетейік. 30 жылдың алдында қалыпты киім киінуші едік. 30 жылдан кейін жалаңаштана бастадық. Итте ұят болса іш киім киер дегендей, оның есесіне иттеріміз іш киім киіп алды. 30 жылдың алдында арақ ішкендерді көрсек таң қалушы едік. 30 жылдан кейін арақ ішпейтіндерді көрсек таң қалатын болдық. Не болды? 30 жылдың алдында амалсыздан жыртық жамау киімдерді киюші едік. 30 жылдан кейін сән үшін жыртық жамау киімдерді киетін болдық. 抖音